күн достар. Сіздермен бірге тілдәрім бағдарламасы. Есенсіздер мен біздің кішкентай бүлдіршіндер. Сәлем достар. Батыстың астанасына айналған Ақтөбе бүгінгі күнде өсіп, өніп келе жатқан қалалардың бірі. Сонымен қатар зор экономикалық, мәдени және туристік потенциалы бар өңір. Қаламыздың іргетасы 1869 жылы Ақтөбенің басында орналасқан бекіністің негізінде қаланған болады. Бұл жасыл желекті мегаполис өзінің ескерткіштерімен ерекшеленеді. Соғыс жылдары Ақтөбеге Ресей, Беларусь, Украина, Молдова елдерінен қоныс аударған аймақтардың рухани-мәдени салалардың дамуына зор үлес қосқан. Олай болса көрермен, бүгін сіздерді қаламыздың тарихымен таныстырып қана қоймай, оның ерекшеліктерін атап көрсететін боламыз. Мадина, біз құтты мекеннің тарихын таныстырмастан бұрын бағдарламаның негізгі айдарына кезек берейік. Достар, жаңа әліппені бірге үйренейік айдарын бірге тамашалайық. Сәлем достар! Қайырлы күн, құрметті көрермендер! Бізбен бірге жаңа әліпбимен танысып, әріптер әлеміне саяхат жасауға уақыт келеді ме? Ендеше әрсенбі сайын екатеринасы қосулы болсын. Ербол, мынау менің отбасыммен қыдырған сәтім. Қандай керемет! Дильназ, саған сұрақ қойсам болады ма? Қоя ғой. Дильназ, саған қаламыздың қай ғимараттары ерекше ұнайды? Қаламызда көз тартар біріне бірі асып түсер жерлер өте көп қой. Дегенмен маған балаларға арналған ойын саябақтар қатты ұнайды. Ал саған ше, Ербол? Келісемін, Дильназ, жыл санап қаламыз көркеуде. Маған тұңғыш елбасы саябағы және жанындағы ғимараттары ұнайды. Ал салтанат досымызға қай ғимарат ерекше ұнайды екен? Сұрап көрейік. 20 ғасырдың ортасынан бастап латын әліпбиіне көшу туралы сөз бола бастады. Дегенмен бұл оңайға соққан жоқ. Себебі әліпби, емле реформаға байланысты қазақ оқымыстыларының арасында пікірталас туындаған болатын. Бұл пікірталас алғашында Дала уәлаяты Айқап қазақ газеттерінде жарияланса, кейін Еңбекші қазақ Жаршы газеттерінде де көрініс тапты. Барлық мақалалар мен пікірталастарды бұқараға жария салып, халық талқысына салуда Еңбекші қазақ газетінің орны ерекше. Себебі мұнда 100 деген мақалалар жарияланып отырды. Айталық, бізге қандай әліпби қажет? Жаңа әліпби тарихынан, жаңа әліпби бізге не үшін қажет? Дыбыс белгілерін өзгерту керек сынды бірнеше мақалалар жарияланды. Және олардың авторлары да бізге белгілі қазақ зиялылары. Мысалы, Міржақып Дулатов, Құдайберген Жұбанов, Жүсіпбек Аймауытов сынды бірнеше тұлғалар бар. Және де өз ойын білдіруде профессор, академик ғалымдардың да орындары ерекше. Демек, латын әліпби сол кездегі түркі халықтарының жазба тілдің құрылуына және де көптеген жетістіктер әкелген болатын. Демек, бұл қазіргі заманғы жазба тілдің құрылуына негіз болды. Сәлем, Салтанат! Сәлем, балалар! Көңіл күйлерің қалай? Жақсы! Салтанат, саған қаламыздың қай ғимараты ерекше ұнайды? Қаламызда жыл санап көптеген ғимараттар бой түсуде. Дегенмен маған соның ішінде ұнайтыны анаға тағзым атты рухани адамгершілік тәрбие беру орталығы және де облыстық өлкетану музейі де ұнайды. Сонымен қатар қазірде көптеген спорттық кешендер де салынуда. Ал сендер, балалар, спорттық кешенге барып көрдіңдер ме? Мен мұз айдынына барып жаттығамын. Жарайсың, Ербол. Балалар, көрермендерімізбен бірге бағдарламамыздың алдыңғы санда өткен әріптер мен сөздерді бір қайталап жіберейік. О. Ө. Ербол, сен о әрпінен басталтын қандай сөз білесің? От. Жарайсың. От. Дильназ, ал сен ө әрпінен басталтын қандай сөз білесің? Өлмекші. Жарайсың. Өрмекші. Балалар, жаңа әріппен таныспастан бұрын менің сендерге дайындаған жұмбақтарым бар. Жауабын тауып көреміз бе? Я. Құрметті көрермен, сіздер де бізбен бірге жұмбақтардың шешімін тауып көріңіздер. Менің алғашқы жұмбағым: жер астында ақ бозат, терісі бар 10 қабат. Жалынан ұстап соярсың, жей бастасан жыларсың. Мен білемін, пияз. Жарайсың, Ербол, сен жұмбақтың жауабын дұрыс таптың. Енді пияз сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін.
Пияз сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Пияз. Келесі жұмбаққа көшейік. Қаймықпайды күштаңнан, қорқады тек тышқаннан. Жауабы піл. Жарайсың, Дильназ, сен жұмбақтың жауабын дұрыс таптың. Енді піл сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Піл сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Піл. Байқағандарыңыздай, бүгінгі біздің танысатын жаңа алғашқы әрпіміз П әрпі. Сіздерге оның таңбалануын көрсетейін. Мынау үлкен П әрпі, ал мынау кішкентай П әрпі. Ербол, сен де жазып көр. Жарайсың, енді Дильназ, сен де байқап көр. П. Жарайсыңдар, келесі әріппен таныспастан бұрын менің тағы да бір дайындаған жұмбақтарым бар. Ендеше менің жұмбағым: Бір заттың салмағы ауыр, сансыз тонна, ұстаған емес оны ешкім қолға. Пайдасы барлық заттан артығырақ, сәнменен келе тартып жатар жолда. Мен білемін, рельс. Жарайсың, Ербол, енді рельс сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Рельс сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Рельс. Менің жұмбағым: Адам емес, тілі бар, әрбір үйден табылар. Үй емес жалғыз тұрағы, көшеде де тұрады. Мен білемін, радио. Жарайсың, Дильназ, сен жұмбақтың жауабын дұрыс таптың. Енді радио сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Радио сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Радио. Құрметті көрермен, бүгінгі танысатын екінші жаңа әрпіміз Р әрпі. Сіздерге оның таңбалануын көрсетейін. Бұл үлкен Р әрпі, ал мынау кішкентай Р әрпі. Ербол, сен де жазып көр. Енді Дильназ, сен де байқап көр. Р. Жарайсыңдар, балалар. Құрметті көрермен, біз бүгін П және Р әріптермен таныс болып, жаңа сөздермен де таныстық. Сіздер де үйден әрдайым қайталап үйреніп жүріңіздер. Еліміздің латын әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. Ұлы дала елінің тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық жер, екіншісі тіл, үшіншісі мемлекет және тарихы болу керектігі айқындалады. Ағартушы педагог ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, ұлттың сақталуына да, жоғалуына да түрткі болатын ең қуатты нәрсе тілі деген болатын. Және де алаш қайраткерлері де кезінде жазу сызуда латын әліпбиін қолданған болатын. Демек, латын әліпбиіне көшу біз үшін таңсық емес дүние. Достар, біздің айдар аяқталды. Бүгінгі өткен әріптер мен сөздерді бір қайталап өтейік. П. Пияз. Піл. Р. Рельс. Радио. Жарайсыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар. Пияз. Лук. Onion. Піл. Слон. Elephant. Рельс. Рельс. Rail. Радио. Радио. Radio. Спандияр, Мадина, Ақтөбе жайлы қызықты мәліметтерімізбен көрермендермен бөлісейік. Мен өз ақпараттармен бөлісе кетсем, Қазақстанның қасиет қонған 80 мекен атты жобасына енген Ақтөбе
бүгінгі күнде көптеген киелі мекендерге бай. Облысымыздың түкпір-түкпірінде көптеген музейлер, кесенелер, қорымдар бар. Олардың бірі Есет Батыр Көкұлының кесенесі, Абат Байтақ қорымы және Құлбанды Батырдың мавзолейі туристердің көп шоғырланған жеріне айналып отыр. Достар, сіздер Ақтөбенің қандай мемлекетпен, қандай облыспен шектесіп жатқанын білесіздер ме? Біздің солтүстігімізде Ресей Федерациясының Орынбор облысымен, ал оңтүстігімізде Өзбекстан мемлекетімен шектесіп жатыр. Достар, ал біздің Ақтөбе Қазақстан халық саны бойынша 5-ші орынды иеленген Батыс Қазақстан өңірінің ең ірі қаласы. Әрі қарай құтты мекеніміздің тарихымен толығырақ танысу үшін келесі айдарға кезек берейік. Сәлем сіздің анасы, ұғын қазақ баласы, бірау сөз сәлеммен нұрлы сауап аласың. Сәлем, Рика телеарнасының кішкентай көрермендері. Қайырлы күн, достар, жазғы демалыстарыңыз қалай өтіп жатыр? Достар, бүгін бізде ерекше айдар. Бүгін бізге қонақ келді. Нұрай, өзің таныстырып өтші? Иә, Инара, дұрыс айтасың. Қаламыздың тарихын таныстыратын тарих пәнінің мұғалімі Айнұр Жалғасқызы. Саламатсыздар ма бала? Апай, мені қызықтыратын бір сұрақ. Осы қаланың тарихы туралы бір шолып өтсеңіз. Жақсы айтып өтейін. Балалар өздеріңде өте жақсы білетіндей, біздің қаламыздың 150 жылдық мерейтойын тойлап өттік. Сонда бұл біздің қаламыздың тарихы өте ертеден басталады, яғни 1869 жылы қаланған және бекінісі ретінде. Сендер өздерің тарих курсынан білетіндей, жалпы Ресей мемлекеті өзінің оңтүстік шығыс аймағындағы қорғаныс ретінде осы Ақтөбе бекінісін салуға бел буады, және де оның ішінде бұл бекініс екі төбенің аралығында орналасады. Неге Ақтөбе деп аталады? Өйткені сол бекіністердің жаңағы ақ тастармен төбесінде ақ тастар орналасқандығына байланысты Ақтөбе деп аталып кетеді. Әскери бекініс ретінде Ресейдің жаңағы қолданыс ретінде пайдалануы. Кейіннен 1891 жылы қала мәртебесіне ие болады. Яғни бұл жерде уже басқа мемлекеттермен, көрші мемлекеттермен арадағы байланыс саяси орталық есебінде қала мәртебесіне ие болып, содан бері бірнеше жылдық тарихы, 150 жылдық тарих дегеннің өзі бұл бізге көп мәліметтерді, көп қызықты кезеңдерді басынан кешкендігін өтеді. Жалпы біздің қаламыз қазірдің өзінде қала халқы жөнінен, саяси дамуы, экономикалық дамуы жөнінен ірі жаңағы қалалардың біріне айналып отыр. Сондықтан біз бұл қаланың көркеюімен, қаланың гүлденуімен әрине мақтанамыз. Енді сендердің өздеріңде осы жас ұрпақ ретінде қаламыздың ары қарай гүлденіп, жаңа биік белестерге көтерілуіне сендерде үлес қосады деген ойдамыз. Жалпы қаланың тарихы бұл тек қана бір-екі ауыз сөзбен айтуға сыймайды. Өйткені біздің қаламыздың өзі қазірдің өзінде көне ғимараттары бар, сол кезеңнен сақталып келе жатқан басқа бір жерлерде жоқ. Мысалға, ана Жилгородской дейміз. Міне, сол бұрынғы қалпында сақталған. Оны басқа бір жерден, басқа бір қала бөлігінен кездестіруге болмайды. Дәл сол қалпында қалған. Мына қаланың ескі бөлігіндегі жерлер, сол жердегі көшелер, мысалы гарнизонный көшесі ең алғашқы көшесі. Ал қазір қарап отыратын болсақ, күннен күнге ғимараттар саны өсіп, күннен күнге қаланың саны өсіп, шаруашылықтан да, жалпы саясатта да белгілі бір орын алып отырған облыс орталығы ретінде біз қаламызды мақтан тұтамыз. Біздің артымызда тұрған Нұрғасыр мешіті туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Жақсы, Нұрай, айтып өтейін. Нұрғасыр мешітінің салынуы 2008 жылы аяқталды. Құрылыс негізінен 2006 жылы басталған болады. 2004 жылы ол кездегі біздің қаламыздың әкімі Елеусін Сағындық деген ағаларым болатын. Сол кісі қаланың орталық аймағындағы, қаланың ескі бөлігіндегі мешітте жаңағы жұма намазында, сол кезде мінәжат ету кезінде адамдардың өте көп жиналып, халықтың жаңағы мына бөлмеге сыймай жатуы әсерінде сол кезеңде халықпен ақылдасқан болады. Яғни бізге жаңа мешіт, облыс деңгейіндегі мешіт қажеттігі, соның құрылысы қалай болатындығы туралы жаңағы
араласып кеңесе отырып құрылыс 2006 жылы басталған болатын. Нұрғасыр мешіті, жалпы бұның президент саябағы сияқты Нұрғасыр мешітінің ашылуына да біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзі келіп қатысып, тұсаукесерін жасап, халықтың игілігіне беріліп отыр. Енді қазіргі кезеңде халықтың мінәжат ету залы, бұл жерде жаңағы халықтың барлық игілігіне қажетті нәрселер осы мешіттің ішінде сақталған. Бұл біздің болашақ ұрпағымыздың да имандылыққа, адамгершілікке игі бастама болып отқан жақсы мәселе деп айтып өтуімізге болады. Апай, өте қызықты деректер айтып келе жатырсыз. Мен де өзімнің жинаған ақпаратымен бөлісейін. Бұл Астана паркі. Астана паркі Нұрғасыр мешіті мен жаңа үйлену сарайы арасында орналасқан. Орындықтар, классикалық фонарлар, ойын алаңы, субұрқақ қондырғылар және шағын сәулет нысандары бар. Бұл Астана паркінде неше түрлі іс-шаралар өтеді. Рахмет, Эльнара. Апай, менде сізге сұрағым бар. Астана паркінде қарама-қарсы тұңғыш президент паркі бар. Ол туралы шағын ақпарат айтып жүресіз бе? Жақсы, айтып өтейін. Тұңғыш президент саябағы 2010 жылы 13 қыркүйекте пайдалануға берілген саябақ. Кеңестік дәуірде бұл Ленин атындағы саябақ болып аталды. Бұны ашуға Нұрғасыр мешіті сияқты біздің тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзі келіп қатысып, халықпен жүздесіп, журналистердің сұрақтарына жауап беріп, осы бір игі бастаманы ашып берген болатын. Енді қазіргі кезеңде бұл 42 гектар жерді алып атқан үлкен саябақ, бұнда жаңағы барлық халыққа, көпшілікке арналған демалыс саябағы болып отыр. Сонымен бірге бұнда мәдени көпшілік шаралар ұйымдастырылып, халықтың көңілінен шығып отырған бір үлкен демалыс аумағына айналып отыр. Және де өздеріңе көріп отырғандай, бұл парктың ортасында үлкен ту тұғыр бар. Көріп тұрсыңдар, бұл флагшток деп аталады ту тұғыр. Оның биіктігі 91 метр. Бұл біздің жаңағы парктың бір ерекшелік аймағы деп айтсақ та болады. Апай, сіздің берген ақпаратыңызға алғыс білдіреміз. Құрметті достар, осымен біздің айдарымыз аяқталды. Келесі кездескенше Сау болыңыздар. Тарих, история, history. Мешіт, мечеть, маск. Саябақ, парк, a park. Орындық, стул, chair. Ойын алаңы, игровое поле, playing field. Субұрқақ, фонтан, fountain. Еркеназ, сен осы суретке көп түсесің ғой? Осы суреттерді шығарасың ба? Бірақ әсем етіп қоятын фоторамкам болмай тұрғаны? Ендеше көңіліңді түсірме. Қолөнер, сырлы өнер айдарында осының барлығын да жасап үйренуге болады. Достар, олай болса біздің арнадан алыстамаңыздар. Сәлеметсіңдер ме, кішкентай көрермендер? Сәлем, достар. Қайырлы күн. Балалар, жазғы демалыстарың қалай өтіп жатыр? Өте жақсы өтуде. Менің де жағым демалысым өте жақсы өтуде. Орынбор қаласынан әжем келді. Керемет. Әжеңмен қыдырған екенсің ғой? Иә, біз әжем екеуміз қыдырдық. Алия, сен қаламыздың көрікті жерлерін аралаған шығарсың да? Иә, Ақтөбе менің құтты мекенім. Расында да әркімнің кіндік қаны тамған жері қымбат болса, мен үшін Ақтөбе қаласы жұмақтың мекені. Шынында да туған жеріміз қымбат. Ақтөбе қаласы күн сайын өркендеп келе жатыр. Иә, Шамшырақ, дұрыс айтасың. Қаламыз күннен күнге көркейіп, үлкейіп келе жатыр. Әсіресе кеш мезгілінде көшенің шамдары жарқырап, тура бір ертегі әлемінде жүргендей боласың. Солай емес пе, балалар? Иә, солай. Әлия, мен сені мына алдыңдағы суретке қарап отырсам, сен әжеңмен бірге қаланың көрікті жерлерін аралаған сияқтысың. Мынау
қаланың қақ ортасындағы Нұрғасыр мешітінің алдында суретке түскен екенсің. Қандай тамаша. Иә, біз әжеймен екеуміз суретке түстік. Шамшырақ, сенің алдында да бір тамаша сурет тұр екен. Бұл суретті сен қайда түстің? Бұл суретке ауылға барғанда түстім. Қасымдағы анам. Тамаша шыққан екен. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бүгін осы суреттерге біз жиектеме жасасақ, қалай қарайсыңдар? Керемет болар еді. Онда жасайық? Жарайды, балалар. Ол үшін бізге, балалар, ПВХ тақтайы, қайшы, түрлі моншақтар және ыстық желім қажет болады. Ең бірінші неден бастаймыз, апай? Алдымен моншақтарды тарқатып алайық, балалар. Шамшырақ, сен мына ақ моншақты қайшымен қиып тарқата қой. Әлия, сен де моншақтарды тарқата қой. Кішкентай көрермендер, Әлия мен Шамшырақтың қолындағы моншақ кез келген үйден табылады. Сондай-ақ сіздер түйме, ілгек, түрлі ұсақ бұйымдарды қолдануларыңызға болады. Міне, кішкентай көрермендер, біздің моншақтарымыз да дайын болды. Біз оларды түс ерекшеліктеріне қарай бөліп қойдық. Енді жұмысымызды бастайық. Апай, мына суреттерді жабыстырамыз ба? Иә, алдымен суретті жабыстырып аламыз. Ол үшін ыстық желімді қолданамыз. Ыстық желіммен жұмыс жасағанда өте сақ болу керек. Оны үлкендердің көмегімен қолданған дұрыс болады. Әлия, мынаны ортасына жабыстыра қой. Рахмет. Шамшырақ, сендер суретті ортаға жабыстыра қой. Апай, біз мына суреттерді жабыстырып болдық, енді безендіреміз ба? Дұрыс айтасың. Енді балалар моншақтарымен өздеріңнің қалауларынша безендіре қойыңдар. Апай, мына мешіт қай жылы салынды? Бұл Нұрғасыр мешіті құрылысы 2006 жылы басталып, 2008 жылы 22 қыркүйекте ресми ашылуы болды. Қызық екен. Міне, кішкентай көрермендер, біздің жұмысымыз да аяқталды. Шамшырақ, сен бұл суретті қайда қоясың? Мен өзімнің бөлмеме іліп қоямын. Әлия, сенші? Мен әжеме сыйлаймын. Тамаша ой екен. Міне, кішкентай көрермендер, сендер де қаланың көрікті жерлеріне суретке түсіп, осындай жиектер жасап, өз қолдарыңызбен бөлмелеріңізді сәндеп іліп қоюға болады. Немесе кез келген достарыңызға, ата-әжелеріңізге сыйлыққа тартуға тамаша ұсыныс. Осымен бүгінгі айдар аяқталды. Сау болыңыздар. Тақтай, доска, борт. Қайшы, ножницы, моншақ, бусина, бит. Жиектеме, рамка, фрей. Ыстық желім, горячий клей, hot glue. Сурет, фото, фото. Достар, ал сендер алғашқы қазақ жеріндегі планетарий қай жерде ашылғанын білесіздер ме? Ол 1967 жылы Ақтөбеде. Ол жерде ай мен күннің тұтылуы, метеорды жауын шашындарды көруге болады. Қандай тамаша! Мен білемін, ол жерде болғанмын. Өте керемет жер. Ал сендер байқадыңдар ма? Соңғы жылдары ауылдық жерлерде жеміс-жидектер көптеп егіліп, өсіріліп жатыр. Иә, әсіресе таңқурай өзім қатты жақсы көремін.
Біздің облысымызда таңқурай өсіру үшін жылыжайлар орнатылды. Жеміс жидекті айтып, тіпті өзімнің қарным ашып кетті ғой. Олай болса, жас аспаз айдарына кезек берейік. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Хасанғали, саған не болған? Бүгінгі күн ерекше ыстық. Хасанғали, ал біз күннің ыстығына қарамастан, отбасымызбен бірге қалаларымыздың саябақтарына қыдырдық. Сол кезде дәм аузымнан кетпейтін жеміс жидек салатын жеген болатынмын. Шіркін, қолдан жасап үйренсем ғой. Бұл салатты мен де жақсы көремін. Салаттарымды қайтейін, менің су ішкім келіп тұр. Жақсы, Хасанғали. Ендеше көрермендерімізбен бірге осындай аптап ыстықта шөлді қандыру үшін коктейль мен жеміс жидек салатын жасайық. Тамаша ой екен. Ол үшін жарты литр сүт, 6 дана өрік, 2 дана банан қажет болады. Ендеше кірісейік. Арай екеуміз өріктердің ішіндегі сүйектерден тазартайық. Ал Хасанғали, сен бананды турай бер. Біз жемістерді турап болдық, енді сүтке жемістерді кезекпен салайық. Даная, енді жемістерді блендермен араластырамыз ба? Дұрыс айтасың, Хасанғали. Мен сол блендермен араластырып көрейін. Арай, Хасанғали, сендер сүттің пайдасы туралы не білесіңдер? Мен білемін, сүттің құрамында бізге керекті дәрумендер бар. Әсіресе оның ішінде кальций дәрумені бар. Дұрыс айтасың, Хасанғали. Кальций дәрумені біздің сүйектерімізді қатайтуға жақсы көмектеседі. Сондықтан, құрметті көрермен, сүтті ішуді ұмытпаңыздар. Жарайсың, Хасанғали, Арай. Ал сендер біздің қаламызда сүт өнімдерін өндіретін фирма туралы білесіңдер ме? Қаламызда деймісің? Білмейді екенмін. Менде? Ендеше құрметті көрермендер, сіздер де біліп жүріңіздер. Ақтөбе қаласының Хромтау ауданында агрофирма Тау атты жеке шағын серіктестік жұмыс жасайды. Ол жерде сүт өнімдерінің 25-тен аса түрі өндіріледі. Сонымен қатар, ол Қазақстанның әр қалаларына жіберіледі. Қызық екен, Даная, рахмет. Достар, біздің сусын дайын, енді оны салқындатуға тоңазытқышқа салып қояйық. Ал енді достар, салатымызға көше берейік. Ол үшін бізге 3 дана банан, 2 дана алма керек. Және 2 дана шабдалы, 2 дана апельсин, 2 дана киви қажет. Сонымен бірге достар, йогуртты да ұмытпаймыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен жеміс жидектердің сыртын тазалап алайық. Достар, мен сіздерге апельсин туралы мәлімет айта кетейін. Оның құрамында С дәрумені бар. Ал С дәрумені сіздерді жұқпалы инфекциядан қорғайды. Мінекей достар, біз жемістерімізді тазартып болдық. Енді оларды 4 бұрышта қылып кесеміз. Достар, мен сіздерге алма туралы бір мәлімет айтайын. Күнделікті тамақтан кейін алманы жесеңіздер, сіздердің ас қорыту жүйелеріңізге оң әсерін береді. Достар, біз барлық жемісті турап болдық, енді оны йогуртпен араластырамыз. Олай болса, мен салқын болып қалған сусынды алып келейін. Ендеше достар, біз салатты араластырып болдық, енді оны ыдысқа салайық. Арай, сен салатты сала бер, ал мен бізге салқындаған дәмді сусынды құяйын. Қандай дәмді сусын. Шынында да өте дәмді шыққан екен. Олай болса достар, біз салатымыздың дәмін татып көрейік. Өте дәмді шықты. Өте дәмді.
Достар, сіздер де осындай пайдалы жазғып тағамдарды үйлеріңізде дайындап көріңіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Қош сау болыңыздар. Süt, молоко, milk, өрік, абрикос, apricot, банан, banana, апельсин, orange, kiwi, kiwi, дәрумен, vitamin. Осымен тілдерім бағдарламасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше Сау болыңыздар!